Өміріңізді өзгертуі мүмкін осы бейнеге қош келдіңіз. Егер сіз біреудің атын естігеннен кейін бірнеше секундта ұмытып қалатын болсаңыз, бірнеше сағат оқып, емтихан кезінде бәрін есіңізге түсіре алмасаңыз, немесе бір бөлмеге кіріп, не үшін келгеніңізді ұмытып кетсеңіз, егер ойыңыз ақпаратқа толып, маңызды нәрселерді есте сақтай алмай жүрсеңіз, бұл видео дәл сізге арналған. Ал қазір сіз миыңызды оятып, жадыңызды күшейтіп, қалаған нәрсені ұзақ уақытқа есте сақтауға көмектесетін нақты қадамдарды үйренесіз. Бұл жай ғана есте сақтауды жақсартатын жеңіл тәсілдер емес. Бұл миыңыздың жұмыс істеу тәсілін бүгіннен бастап өзгертетін терең әрі қуатты жүйе. Бірінші қадам, жады қалай жұмыс істейтінін түсініңіз. Бәрін есте сақтауды үйренбес бұрын, неге ұмытатынымызды түсіну керек. Көп адамдар менің жадым нашар деп ойлайды. Бірақ шындық сіздің жадыңыз әлсіз емес, ол тек жаттықпаған. Екінші қадам, назар аударыңыз. Сізде жады мәселесі емес, назар мәселесі бар. Ми тек назар аударған нәрсені сақтайды. Егер көңіл бөлмесеңіз, ақпарат жоғалады. Назар жадының есігі. Сол есік ашылмаса, ештеңе ішке кірмейді. Үшінші қадам, сөздерді бейнеге айналдырыңыз. Ми мәтінді емес, бейнені есте сақтайды. Сондықтан кез келген ақпаратты көз алдыңызға елестетіңіз. Неғұрлым ерекше, күлкілі немесе қызық болса, соғұрлым жақсы сақталады. Төртінші қадам, оқиға әдісін қолданыңыз. Ми тізімді емес, оқиғаны жақсы есте сақтайды. Құрғақ ақпаратты қызықты оқиғаға айналдырыңыз. Сонда ол есте оңай сақталады. Бесінші қадам, қайталауды үйреніңіз. Бір рет оқу жеткіліксіз, ақпаратты уақыт аралығымен қайталау керек. Бір сағаттан кейін, бір күннен кейін, бірнеше күннен кейін. Сонда ғана ол ұзақ мерзімді жадыға өтеді. Алтыншы қадам, эмоция қосыңыз. Эмоция жадының ең күшті қозғаушысы. Сіз сезіммен қабылдаған нәрсені ешқашан ұмытпайсыз. Жетінші қадам, басқаларға үйретіңіз. Бір нәрсені толық меңгергіңіз келсе, оны біреуге түсіндіріңіз. Үйрету арқылы сіз ақпаратты 2 есе жақсы сақтайсыз. Сегізінші қадам, ес сарайын құрыңыз. Таныс орындарды пайдаланып, ақпаратты сол жерлерге орналастырыңыз. Бұл әдіс өте тиімді және есте сақтауды жеңілдетеді. Тоғызыншы қадам, ұйқы алдында қайталаңыз. Ұйқы алдында 5-10 минут қайталау ең тиімді әдістердің бірі. Себебі дәл осы кезде ми ақпаратты сақтайды. 10 қадам, жазыңыз. Жазу есте сақтаудың ең сенімді жолы. Жазылған ақпарат санада әлдеқайда берік сақталады. 11 қадам, өзіңізді тексеріңіз. Тек оқып қана қоймай, өзіңізден сұраңыз. Мен мұны есіме түсіре аламын ба? Бұл әдіс жадыңызды күшейтеді. 12 қадам, миыңызды қорғаңыз. Артық ақпарат жадыңыздың жауы. Ми қоқыс жәшігі емес, бақша. Оны таза ұстап, қажетсіз ақпараттан қорғау керек. Сіз енді есте сақтаудың 12 негізгі әдісін білесіз. Бірақ ең маңыздысы оларды күнделікті өмірде қолдану. Жады данышпандық емес. Бұл күн сайынғы әрекет. Егер сіз осы әдістерді қолдансаңыз, сіз тек жақсы есте сақтайтын адам болмайсыз, сіз маңызды нәрселерді ешқашан ұмытпайтын адамға айналасыз. Сіздің миыңыз дайын. Енді оны ұмытылмас деңгейге жеткізу өз қолыңызда.